Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін оқу сауаттылығы бойынша 6-шы мәтінмен жұмыс жасаймыз. Мәтінді мұқият тыңдап алыңыздар, соңында тест сұрақтарына жауап бересіздер. Қожа Ахмет Яссауи Хазіреттері түркістандық ұлы ғұлама, әулие. Әкесі Ишхиджабта даңққа бөленген әулие, Хазіреті Әлидің ұрпағы Шейх Ибрахим. Тегі Хазіреті Фатима анамызға жанаспағандықтан Сәйд емес. Анасы Мұса шейхтің қызы Айша Қарашаш ана. Қай жылы туғаны белгісіз, 1166 жылы Түркістан Яссы қаласында қайтыс болған. Әмір Темір қабіріне өте көрнекті кесене салдырған. Ахмет Яссауидің ұстаздарының көшбасшысы Арыстан баб. Оған 16 жыл қызмет етіп, одан Захир және Батин ілімдерінің сыры мен мәнін үйренген. Арыстан баб қайтыс болғаннан кейін Бұхараға барып, сол заманғы әхли сүннет ғалымдарының ең үстемі Юсуф Хамадиниге байланып, рухани ілімдерден дәріс алды. Адамдарға ілім үйрету, дұрыс жолды көрсету үшін одан ижазат диплом алды. Кейін Яссыға қайтып шәкірт жетілдірді. 100 мыңға жуық шәкірттері болды. Яссауидің ілім ұясынан жетілген Яссауия дәруштері Харасан, Азербайжан, Хижаз және Анадолу өлкелеріне дейін тарады. Барған жерлерінде жақсы мінездерімен және шырайлы уағыз насихаттарымен адамдардың дүние және ақырет бақытына қауышуларына себепкер болды. Оның Дивани Хикмет, Мират ұл Қулуб, Пақырнама атты туындылары көне түркі тілінде жазылғандықтан жергілікті халыққа түсініктілігі арқасында талай мәрте қайта көшіріліп бірнеше рет басылған. Оның уағыздық өлеңдерінің діни мистикалық мазмұны ондағы жақсылыққа, әділеттікке шақырған үнмен ұласады. Қайырымдылық пен мейірімділікті өміріне арқау етіп, бүкіл түркі жұртын татулыққа, тазалыққа үндеген Яссауидің кереметтері аңыз әңгіме болып, әлі күнге дейін ел аузында айтылып келеді. Ахмет Яссауи бала кезінен бастап Расулуллах алейхиссаламның сүннетіне мойынсұнуға тырысқан. Сол себепті 63 жасқа келгенде пайғамбарымыздың осы жасында қайтыс болғанын ойлап, жер бетінде өмір сүруді жөн көрмеді. Жер астына бір бөлме жасатып, өмірінің соңына дейін осы жер асты бөлмесінде шәкірттеріне дәріс беріп, ғибадатпен өткізді. 125 жасында, басқа деректерде 133 жасында қайтыс болған. Берілген тест сұрақтарына жауап бересіздер. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін, сау болыңыздар.